Assalamu alaikum, qadrmenді халайық. Көпшілік адамдар іштәрет деген нәрседе қателесіп жатады. Іштәрет дегенді тек қана сумен жуу керек деп түсініп жатады. Біз соның ара-жігін ажыратып бергіміз келіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір қыс мезгілі. Қайта-қайта жуа берсе, кейбір адамдардың қолы шамалдауы мүмкін, бүйрегі ауыруы мүмкін, қандай да бір ауруға шалдығып қалуы мүмкін. Сондықтан да біздер ислам дінінің кеңшілігінен, ислам дінінің қаншалықты ұлы дін екендігінен, жеңілдігінен пайдалануымыз керек. Енді қараңыз, іштәрет деген не өзі? Іштәрет дегеніміз бұл нәжіс шығарғаннан кейін, зәр немесе тезекті шығарғаннан кейін, соның орнын тазалау деген нәрсені білдіреді. Сол іштәрет. Оны сіз кезекпен тазалайсыз ба, бумага, салфеткалармен тазалайсыз ба, қағазбен тазалайсыз ба, сумен тазалайсыз ба, өзіңіз білесіз. Көпшілік адамдар тек қана сумен тазалау керек екен дейді. Сол үшін өте қаперіңізде болу керек болған бір нәрсеге назарыңыз аудару керек. Мәселен, былай деп болсақ, мынау зәр шығатын орын, мынау тезек шығатын орын десек, зәр шығатын орыннан сыртқа 100 теңгелік мөлшерде, шамада 100 теңгелік мөлшерде сыртқа қатты жайылып кетпесе, мынау секілді қағазбен, немесе кез келген қағазбен алып сүртіп тастасаңыз, сіз іш дәрет алған болып саналасыз. Және тезек шығатын орында дәл солай. Тезек шығатын орынды есептемеген кезде сыртқа қарап 100 теңгелік мөлшерде жайылып кетпейтін болса, сіз қағазбен сүртетін болсаңыз, сіз не қыласыз? Дәрет алған, іш дәретті толықтай алғандай боласыз. Мұстахаб амалды, сүннет амалды орындағандай боласыз. Әрине, сумен жуып, оның артынан барып кептіру, әрине қосымша сауап болады. Бірақ қазіргідей уақыттарда, мына суық уақыттарда, егер де сумен жуу міндетті болмайтындай қатты жайылып кетпейтін болса, осылай пайдалана бергеніңіз жөн деп ойлаймыз. Неге? Ислам дінінің жеңілдігі бар. Неге ол жеңілдікті біздер пайдаланбаймыз? Алла амандық берсін.